Саламатсыздар ма? Мен қазір Coral Club компаниясына тіркелу жолын көрсетемін. Мына жерде мына Google, не болмаса мына жақта Google'ды басамыз, поискқа кіреміз, Coral Club деп жазасыз осы жерде. Мына Coral Club менде тұр, мына Coral Clubқа жазамыз. Мына официальный сайт шығады Coral Club'тың, осыған кіреміз. Міне кірген кезде мына төбеде 3 сызық тұр. Осы 3 сызықты басамыз. Басқан кезде войти и присоединиться деген бар. Не болмаса өзіңізге сайтты ашып алсаңыз болады. Мына төбеде мына сайт, официальный сайты. Негізі осы бизнеспен айналысатын болсаңыз, осы жерде Google арқылы кіріп тұрған ыңғайлы адам тіркегенге. Міне войти присоединиться бастық. Сол кезде міне егер кабинетке кіргіңіз келсе, өзіңіз мына жерге клубный номеріңізді, пароліңізді жазасыз, войти-ді басып, өзіңіздің кабинетіңізге кіріп кетесіз. Бізге қазір регистрация керек. Міне регистрация деп тұр. Міне осы жерге зарегистрироваться дегенді басамыз. Міне кірдік. Мына жерге енді толық атын, отчествосын, фамилиясын жазасыздар. Қазақша әріптер қабылданбайды. Қ, О деген әріптердің бәрін өзгертесіздер. Қ-ны К-ға орысша тілде жазасыздар. Және кейбір кісілерде отчество болмай жатады, фамилиясы бір не қылып жатса, соны қайталап жазасыздар. Толығымен болу керек. Одан кейін email рул керек, мынау электронный почта. Одан кейін страна, осы жерден қай мемлекеттікі соны таңдайсыз. Сосын мына жерге қаланы жазасыз. Мына жерде қай тіл ыңғайлы, қазақ тілі ма, орыс тілі ма, сол тілді таңдайсыз. Және мынау тіркеліп жатқан адамның номерін жазасыз мына жерге. Мына жерге туған күні датасын жазасыз. Одан кейін жынысы, полын, әйел, еркек. Одан кейін пароліңізді жазасыз, клубный кабинетке кіретін парольді. И осы парольді мына жерге қайталайсыз. Одан кейін мына жерге сізді шақырды ма, или сіз өзіңіз қаяқтан келдіңіз, соны жазасыз. Дайым, приглашено деп. Одан кейін мына жерге сіз кімнің астына тіркеліп жатсыз, соның клубный номерін жазасыз. Мына жерге номерді де жазсаңыз болады, телефон номерін жазбаса да болады. Одан кейін мына жерге согласно деп, мына жерге галочканы қоясыздар. Галочканы қойғаннан соң барып сізде мынандай продолжить деген жасыл кнопка шығады. Егер галочканы баспасаңыз, сізге ары қарай шықпайды. Сол үшін галочканы басасыз да ары қарай кіресіз. Одан кейін тіркеліп, ары қарай тіркелім болады. Сәттілік.